6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Тұрғындары шақырады сіздерді, қоңыраулар еліне. Қоңыраулы қаланың тұрғындары көңілді шақырады достықпен көркейтуге өмірді. Қоңыраулы қаланың тұрғындары көңілді шақырады сіздерді көркейтуге өмірді. Қоңыраулы қала. Бедокурдың серігі спорт. Қытығым келді. Тиіспешім. Мәсаған. Сымбаты, сүйкімді. Қай жағынан қарасаң да керемет. Бүгін немен шұғылдансам екен? Апайда, түскі пошта. Жақсы ой екен. Спорт, қозы қарынға пайдалы. Қалай болғанда да іске сәт. Болтым, қалай айтсам екен, іш пыстырады екен. Бұдан көрі ширағырақ іс болса. Кроссовки. Тура таптым. Ойлап таптым. Жүгірем. Маған керек осы тамаша. Бір, екі. Манюняға спорттың пайдасы туралы айтып берейінші. Қара басыңның қамын ғана ойлаған болмайды. Яу! Қайырлы таң, Манюня. Қайырлы таң. Қайырлы күн. Таңғасымды ішіп болған соң қана қайырлы күн деп айталам. Солай ма, Аусти, кел. Ау! Неге жүгіре бересің? Алақай. Көріп тұрғаныңдай, мен спортпен айналысып жатырмын. Доғар енді. Қайда шығып алдың? Бері кел. Айттым ғой, мен спортпен айналысып жатырмын. Саған да айтар ақылым спортты қолға ал. Олай болса тамаша. Айнасқан кәсігімен айналса бер. Тек бұдан басқа жерде. Манюн, сенде тосап бар ма? Тосап бере көзім. Кешір. Тосаппен дәмдірек болатын шығар деп едім. Қазір алып берем. Аяқпен үстелдің үстіне шығып алған ес. Бәлшауда. Мұның не? Мәссаған жаңғақ шашылды. Қазір қызып атыл. Мен артынан тықылам. Қане, қойқан қоста. Жанымызды орамалға түйдік ау. Тамақтың артынан шетін сусын, компот, киселі, тарқын беретін шығар деп едім. Жаман емес, кегізіп жатырмын. Қайты ол менің ығымда болды. Оның кесірінен тіл қатпай кете жазадық қой. Бір, екі. Не болды сонша? Сәлем, Панкрат. Саған бір шаруамен келіп едім. Ал, амансың ба? Сен ең ақылды жан емессің бе, ха? Иә. Мұнан айтшы, жүгіру шынымен де пайдалы ма? Иә, пайдасы зор. Спорт күш береді. Міне, көз жеткізем десең. Жұлдыздар қайда? Көкте. Қысқасы, спорттың пайдасы зор. Өзің неге жүгірмейсің? Кәмпит. Мен ақыл ойды жетілдірем. Ол да пайдалы. Пайдан ғана тауып аласың. Он неге жасырасың? Менің оқулықтарым. Роман, сөздік, химия, физика, биология. Ай, арқамай. Бедокур сілкінісі болып жатыр.
тригонометрия. Тағы бір кітап. Көмектес, ұстап ал мені, құтқар мені. Ұшып келем. Қане, міне ұшып келем. Ау. Жоғал. Мен саған. Кітап шынында да жаттықтырады екен. О! Бір, екі, бір, екі, бір, екі, бір, екі. Бе. Компьютер қантырын. Бір, екі, бір, екі, бір, екі. Ай. Қиындық туындады. Атшы! Сәлем, Ваня. Сенде не қызық болып жатыр? Сәлем. О, мен саған жаңа заттар пайда болыпты ғой. Мынау не сонда? Мынау не? Түктемес, ол жай әншейін, ол... Түктеме жай әншейін дейсің бе? Бір көрге бола ма сонда? Жоқ, болмайды. Бедокор, болмайды. Болмайды. Қой деген соң қой. Мен үшін бұл өте маңызды үлгі молекулярлы. Өтінем. Жарайды. Тек қолмен бірде-бір затқа тиіспе. Өде. Мен саған ғажап қой. Әлбетте, бұл теңде шоқ туында жаңартылған Jingle City ұшықтысы ешкім эргономикалық үлгіде жасалған. Жинағанда өте ыңғайлы, ұзақ уақыт пайдалануға болады. Ең бастысы өте сапалы. Шеттік беріктігі конструкцияны. Жоқ, олай бол мүмкін емес. Бұл мәселені мен қазір шешемін. Маған қарай домалатпа, сабыр ет. Жүгіріктер, ашуыңды сол сәтте басат. Бұл табылған ақыл екен. Бұл ең керемет пьеса болады. Ханзада мен ханшайым. Солай емес пе, Федюн? Әтең, ешкімді құтқарудың қажеті жоқ. Аяғыма жұқпай кетті. Қашықтыққа жүгіретін жаңа рөл табыла ма? Кімге дейсің? Дәл таптым. Жерік сері, ең мықты рөл. Саған мына түс мүлдем жараспайды. Әй, сендер не түсінуші едіңдер. Қазір сендерге бәрін көрсетіп берем. Бар болу немесе бордай тозыл. Декорация. Көк саған қанша рет айттым. Не болып кетті? Бастарыңда бәліңдер. Көмектесіңдер. Фрося, мен сені құтқарам. Сен құтқара бер, мен жолынан қалмайын. Пьесаның нұсқасы әлде қайда қызықты. Қазір көмектесем. Көмектесіңдер. Шыдай тұр, келе жатырмын. Фрося! Қойылымның құтқарып алатын жері осы. Бәрекелді. Айттым ғой. Котя, әй, Котя. Не болды? Осы сен неге жүгірмейсің? Жұмысым көп, еріккенің ермегіне уақытым жоқ. Өзің жазып едің ғой, спорт деген серігіңде. Мәселе осында екен ғой. Жайыншейін бір мақала жазу керек болды. Содан алдым да спорт туралы жаза салдым. Солай да етуге бола ма екен? Мен шынымен сеніп жүрсем, сонда бәрі бекер ме? Күш қуатың сарпылғанша, алақаның керлегенше, аяғың қажалғанша жаттығудың қажеті жоқ па еді сонда? Сен мені түсініп тұрған жоқсың. Спорттың пайдасы зор. Бірақ менің уақытым жоқ. Жазуым керек, жазатын дүнием көп. Не деген ақау едім? Ол жақта еш нәрсеге тиіспе. Мен газеттің бе? Қораптың ба? Кім мен? Не білдірдің? Қане топта. Өтінем сенен жоқ. Барлығым менің жоқ. Уайымдама сүріп жатырмын. Асықпа. Кадырдың сыртына шығып кетті. Маған торттан қалдыңдаршы. Кешіріңдерші мені. Бұдан бұлай тентек болмайым. Спорт деген сөзді аузыма да алмайым. Бедокур атымен ат етем. О не деген, спорт деген керемет. Ғажап, тамаша. Нағыз ерлік. Ең бастысы сахнаға пайдасы зор. Солай ма?
Зақымданып қалуға шарт емес. Не істемес болып тұрғандарыңды білмеймін. Бұл менің жаңа құрылғымның кілті алған шығар. Қойшы енді. Ең басы Бедокур спорттың қаншалықты қызықты екенін көрсетті. Иә, оны мен көрсеттім. Достар, меніңше Бедокурдан тәп-тәуір жаттықтырушы шығады. Панкратжан, жарайсың. Мен спорттың жаңа түрін ойлап таптым. Қандай? Сендерден. Қысқасы сендерді жаттықтырып жүргенімді. Фильм Қазақстан РТРК акционерлік қоғамының тапсырысы бойынша аударылып дыбысталған. 2017 жыл.